Жаңа қабат жасау. Объектілердің қасиеті және оларды реттеу. Өлшемдерді қою ережесі. Күрделі объектіні салу үшін қабаттар, слой жасап алу керек. Ол үшін горизонталь менюлер жолынан форматқа кіріп, ол жерден слой деген жазбаны ашып аламыз. 1. Сурет. Диспетчер свойств слоев деген қабаттарды мышканың сол жақ шертпесімен басамыз, сол кезде төмендегі сурет ашылады. Создат слой жүйесін басып, жаңа қабатты орнатамыз. Continuous бұл біркелкі тұтас түзу сызық деген ұғымды білдіреді. Осевая слойында сызықтың түрін өзгерту үшін тип линий үстінен мышканың сол жақ шертпесін басып, выбор типа линии загрузить, загрузка перезагрузка типов, линий осевая 2 ок, осевая 2 ок командасын орындаймыз. Ал невидимая слойында да тура осы тәсіл орындалады. Егер слойдың мына бағанасында белгі тұрса, онда слойлар қосылған, егер белгі көк лампочка өшірілген болып есептелінеді. Өшірілген слойда орналасқан объектілер уақытша көрінбейтін болады. Слойдың үшінші қасиеті барлық V-да қатырылған. Егер слойдың мына бағанасында белгі тұрса, сары күн, ол ертілген слой болып есептелінеді, егер белгі қатырылған. Қатырылған слойда орналасқан объектілер уақытша көрінбей тұрады. Ағымдағы слойдан басқа кез келген қабат қатырылуы мүмкін. Слойдың келесі қасиеті блоктау. Егер слойдың мына бағанасында белгі тұрса, онда слой блокталмаған болып есептелінеді, егер белгі жабық құлып блокталған. Блокталған слойда сіздер жаңа объектілерді жасай аласыздар, бірақ мұндағы примитивтерді редакциялауға немесе алып тастауға болмайды. Осыдан кейін экранның ортасына тікірні «Пск начало» ортаға орналастырып, рисование командасына шеңберді курсормен көрсетіп, экранның төменгі жағында командалық жолда центр круга деген жерге 0,0 деп аламыз. Одан кейін командалық жолдағы сұраққа шеңбердің радиусының немесе диаметрінің мәнін береміз. Шеңберді сызып болған соң, осевая деген қабатты ағымды етіп алып өз жүргіземіз. Сол сияқты берілген вариант бойынша сызуларға қарап қабаттарды орналастыра береміз. Өлшемдерді қою. Аспаптар панеліндегі форматқа кіреміз де, размерный стили деген жазбаны басамыз. Новый, жаңа, стиль таңдап, оған ат береміз. ГОСТ 1, далее размер стрелки, размер 5 отступ от размерной линии. Согласно ISO. Жоғарғы жағында текст дегенді басып, высота текста дегенге 5000 қоямыз. Жоғарғы жағында основной единица точность деген жерге 0 санын жазамыз да ок командасы арқылы установить закрыть. Осыдан кейін салған суреттерге өлшемдерін қоя беруге болады. Размерный стили деген команданы қалай орнату тәсілі төмендегі суреттерде көрсетілген.